Жоғарыдағы кейіпкерлер барлығымыз лентамыздан бір рет болса да шыққан. Мен сіздерменен K-pop Demon Hunters мультфильмінің саундтректі Golden әні жайлы сөйлеспекшімін. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз AJ. AJ өзі бала күннен әнші болуды армандап, кіші кезінен бастап вокал және билерге қатысып жүреді. Ол өзінің 10 жылыны K-pop агентствода стажировкамен өткізеді. Енді оның күні туылайын деген кезінде оны просто агентстводағылар сен уже қартайып қалдың, айдол болу үшін сен просто қартайып қалдың деп оған отказ береді. Армандарынан бас тартпаған AJ ақшқа қарап жол тартады және ол жерде вокал және биіні жалғастырады. Бір күні AJ-ға ұсыныс түседі. Менің мультфильміме саундтрек жазып бер деген. Ол өзінің Golden әнін шығарады және ол Golden әніні өзі орындап шығады. Араға көп уақыт салмай оның Golden әні бүкіл әлемнің бұрыш-бұрыштарына дейін тарап, ол хитке айналады. Оның әні Кореяның ішінде өте танымал болып кетеді және көптеген айдол, жұлдыздар оның саундтректіне, оның музыкасына кавер айтып шығады. AJ-ді Америкадағы көптеген шоулар өзіне сұхбат беруге шақырады және ол Америкада өте үлкен атаққа ие болып және үлкен сахналарда да ән айтып шығады. Айтады ғой, егер сенің уақытың келмесе, қаншама әрекет жасағаныңменен сенің армандарың орындалмайды. Сондықтан армандар орындалады, бірақ жай ғана оны күте білу керек.